сәлеметсіздер ме? Қазір кез келген интернетке кірсеңіз немесе тиктокқа кірсеңіз барлықтары мына шетелдің аккаунтын ашып берем, сіздерге жаңағыдай майсасы қосып берем деген толып жатыр. Оны кез келген адам өзі аша алуға болады. Ол үшін тек қана бізге мынау телефонның сим картасын шешіп алу керек. Сөйту керек та, сізде Wi-Fi істеп тұру керек. Себебі егер мобильный интернет болса, сим карта алғаныңызда істемей қалады. Wi-Fi істеп тұру керек. Сосын сим картаны симпат етіп аласыз. Геолокация дегенді өшіріп тастайсыз. Одан кейін Play Market'тен VPN Южный Корея дегенді скачать етіп аласыз. Соны установить етіп болғаннан кейін сосын сіз қосасыз. Қосқан кезде сізді Южный Корея деп көрсетіп көрік. Ол үшін сіз Google-ға кіресіз. Google-ға кірген кезде сол жерде мой IP адрес дегенді басасыз. Сол кезде сіздің IP адресіңіз Южный Кореяда шығып тұрады. Одан кейін сіз еш жерде қолданылмаған Google аккаунт ашасыз. Google аккаунт gmail.com деген да, Google аккаунт ашасыз. Сосын сол аккаунтқа регистрация жасап болғаннан кейін сіз сол аккаунтыңызбен жаңағы TikTokқа кіресіз. TikTok.com деген сайтқа кіресіз. TikTokқа кіресіз, сосын жаңағы өзіңіздің ашқан аккаунтыңызбен сол жерге регистрация жасайсыз. Жаңа ашқан Google аккаунтыңызбен. Сосын сол жерге кіргеннен кейін сіздің жаңағы аккаунтыңызды регистрация тексеріп көреді, одан кейін сізді қосады. Қосқаннан кейін сол жерде сіз Южный Кореяның аккаунты болып тұрасыз, жаңағыдай Google аккаунты болып тұрасыз. Сосын сіз кіргенде өзіңізге енді TikTokқа аккаунтыңызға басқа ат қоюыңызға болады. Өзіңіз білесіз ғой, қандай ат қоясыз, сурет қоясыз деген сияқты. Сөйтіп, одан кейін сосын ашқаннан кейін сіз жаңағыдай TikTokқа кіресіз. TikTokқа мен қазір ғана ашқанмын, қазір сіздерге ашқанымды көрсетейін. Енді осы қазір ғана аштым, бірақ әлі видео салған жоқпын. Мінекей қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей көрдіңіздер ме? Осы қазір ашқан аккаунтымда мінекей программа для авторов деген бар. Осы мінекей көрдіңіздер ме? Программа для наград и авторов деген. Бұрынғы немде жоқ еді, бұрынғы аккаунтымда. Ол деген ол аккаунтым болмаса менің 10 мың аса подписчик бар. Анада қазір ешқандай да видео салған жоқпын, бірақ бұл жерде мінекей көрдіңіздер, программа для авторов деген бар. Бұл аккаунтты қазір ғана аштым мінекей. Бірақтан бұған әлі видео салған жоқпын. Три причины, почему Астана лучше, чем Алма-Ата. Первое. Астана. Көрдіңіздер, 0 деп тұр. Ашқанмен ешқандай видео салынған жоқ, 0 деп тұр. Бірақ жаңағы функция бар. Енді мен сіздерге қазір өзімнің старый аккаунтымды көрсетемін. Бұл жерде старый аккаунтымда, бірақ бұл жерде 10 мың аса подписчик бар, бірақтан бұл жерде жаңағыдай функция жоқ. Сіздерге қазір көрсетемін. Мінекей қазір күте тұрыңыздар, мына телефонның загрузкасы нашар болып тұр. Интернет сәл слабый да. Три причины, почему Астана лучше, чем Алма-Ата. Первое. Мінекей көрдіңіздер ме? 10.500-ден аса подписчик бар. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Қазір мына инструмент авторға кіреміз. Инструмент авторға кіргенде мына жерде жаңағыдай функция жоқ мына жерде. Міне, монетизация ашылды, міне көрдіңіздер ме? Бұл жерде міне TikTok сериясы бар, супер подписка бар, подписка трансляция бар, подписка проверка для видео бар, подарок для видео деген бар. Жаңағы программа для авторов деген жоқ мына жерде. Көрдіңіздер ме? Осындай көптеген кез келген кісі өзі өшіп ашып алуға болады. Оның ешқандай қиындығы жоқ екен. Сол үшін егер ұнап жатса видео лайк басып, каналға тіркеліп, осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.